Каналыма тағы да қош келдіңіздер. Сіздермен Феруза Мырзаева. Бүгін сіздерге күшті, ерекше ақпарат бергім келіп отыр. Өзімнің біраз уақыттан бері қолданып жүрген лайфхагым. Бетіңіздің әдемі болып нұрланып, жылтырап, ешқандай макияжсыз әдемі болған қаласаңыздар, бетіңізде кетпей жатқан үгірей дақтардың Алланың қалауымен кеткенін қаласаңыздар, сіздерге қазір өте керемет, оңай әсті бөліскім келіп отыр. Бұда ең керек нәрсе ниет, ханымдар. Алла тағаланың көркем есімі арқылы бетіңізде кетпей жатқан мәселелерді кетіруге болады және жүзіңізді нұрландыруға болады. Ол үшін жақсылап дәрет аламыз, дәрет алып ниет етеміз, мына дұғаны тілейміз. Аллахым, сенің жәрдеміңмен, сенің қалауыңмен бетімдегі, мысалы үшін безеуіңіз болса, мынау безеулерімнің орындарын, безеуімді, дақ болса қанша уақыттан бері кетіре алмай жүрген мына дақтарымның жеңіл әрі оңай сенің қалауыңмен, сенің жәрдеміңмен кеткенін қалаймын. Өзің жәрдем ете гөр, өзіңе тәуекел еттім, нәтижесін тек өзіңнен күтемін деп ниет етеміз. Және осындай таза бір кішкене суға дәрет алынған күйде оң қолымыздың сұқ саусағын батырамыз да Я Хай деген Алла тағаланың есімін 18 рет айтамыз. Және де осы суымызды арнайы бөтелкеге немесе арнайы бір ыдысқа құйып қойып, азанда және түсте, кешке бетіңізді ниет етіп осы сумен сүртеміз. Ханымдар, бұл көпшілік ханымға көмектескен әдіс. Алла тағаланың қалауымен шешілмейтін түйін жоқ, және ешқандай өлімнен басқа нәрсенің барлығының жауабы бар, иә. Дертте де сол, Алла тағала өлімнен басқа, ажалдан басқа бар нәрсенің дертін, шипасын жаратқан. Сондықтан жаратқан өзінен ғана сұрап, осылай ниет етіп, ниеттің қарымын алуға тырысайық. Және де бетіңіз нұрланып жүруін қаласаңыз, Ан-Нур есімін Алла тағаланың көп зікір етуді қолға алыңыздар. Алла тағаланың Ан-Нур есімін көп зікір еткен ханымдарға Алла тағала, адамдарға Алла тағала жүзіне нұр сыйлап қояды. Ханымдар, мен бұл әдіс туралы естігеннен кейін міндетті түрде өзім жасап алып қолданып бастағанмын. Мен өзім қолданбаған, өзім нәтиже көрмеген нәрсені сіздермен бөліспеймін. Және осы әдісті қолданғаннан кейін айналамда жүзіңіз нұрланып тұрады, жүзіңіз жылтырап тұрады, сіздің жүзіңізде нұр бар сияқты деп көпшілік адамдардан, сыртқы адамдардан еститін болдым. Расымен де ең бірінші бізде ниет мықты болу керек. Ниетке қарай амалымыздың нәтижесін көретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге пайдасы тиеді деген үміттемін. Өзім шынайы қолданатын, өзіме қатты ұнайтын ақпараттарды сіздермен бөлісуге асықпын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда көптеген ақпараттар болады. Сіздермен болған Феруза Мырзаева.